Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 10-8 көлемді 5 бөлмелі мансардты үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ал енді бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 2-2. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 2,5-3. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4,5-3. Келесі бізде дәліз. Оның көлемі 3,2. Келесі кезекте бізде зал, холл. Оның көлемі 7,20-3,40. Келесі кезекте бізде екінші қабат. Бірінші бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,40-3,50. Келесі бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі де 3,40-3,50. Келесі кезекте үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,3,50. Және соңғысы төртінші жатын бөлме. Оның да көлемі 3,50-3. Сызбамызда негізгі қабырғалар олар 40 см және бөлме аралық қабырғалар 20 см белгіленген. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.